Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшек ағай. Бүгін кинообзор. Көптен бері кинообзор осындай толық көлемде жасамаған екенмін. Бүгін жасағалы отырмын. Жақында ғана Город дьяволов деп аталатын жапондық фильмді көрген едім. Сол туралы бүгінгі видео. Олай болса кеттік. Бас кейіпкер Саката Сюхей киллер. Ол адам өлтірумен айналысады. Фильмде ол сол бір банданың адамдарын өлтіріп, сонымен бұл жұмысты қоюмен басталады фильм. Оның әйел мен кішкентай қызы бар. Үйіне жаңбырдан кейін су болып келеді. Әйел мен қызы оны қуана қарсы алады. Содан ол әйеліне енді басқа жұмыс іздейтінін айтады. Әйелі қатты қуанады. Содан Саката суға түсуге ваннаға кіріп кетеді. Бір кезде қызының дауысын естиді. Шықса, әйел мен қызын қандай да бір маскадағы адамдар мылтықпен ұстап отырады. Олар қаланы демоннан тазалайтынын айтады. Сол кезде әйелі қызының кетуін сұрайды. Алайда әйелін маска кигендер атып салады. Саката, яғни киллер, қызына қаш деп қызы жүгіріп бара жатқан кезде оны да атып салады. Ашуға булыққан Саката міндетті түрде оларды өлтіретінін айтады. Маскадағылардың бәрі күледі. Сонымен оны да басынан атып салады. Жаңалықтардан бұл отбасыны әкесі әйел мен қызын атып, кейін өзін өлтірген хабарлайды. Сонымен бұл жағдайдан кейін 12 жыл өтеді. Бұрынғы киллер Саката тірі, мүгедек арбасында, қозғалу қиын. Басына оқ тисе де ол тірі. Содан ол өз қаласына қайта оралады. Ол сөйлей алмайды, қозғала алмайды, мүгедек арбасында. Оның қасында оған қарайлайтын адам бар. Ал журналист әкім туралы шындықты ашуға тырысады. Көптеген адамдардың жоғалып кеткенін деген сияқты сондай бір шындықтарды біледі. Өйткені дәл сол кезде 12 жыл бұрын ол әкім болды. Алайда шындықты ашуға тырысқан журналисті маска киген екеу қатыгездікпен өлтіріп кетеді. Сакатаға бір пышақ сұғып, содан ол ауруханадан бірақ шығады. Сол жерде мәңгілікке оның көзін құртпақ болады. Алайда оларды Саката өлтіріп тастайды. Осы жерде оның мүгедек арбасында отырады дегені оларды алдау үшін екені белгілі болады. Ол қозғала алады, жүре алады, мүгедек арбасында отырмайды. Содан Сакатаның көмектесіп жүрген досына маскадағылар хабарласып, оны өлтіріп денесін алып келуді бұйырады. Ол оны орындап денесін алып барады. Саката өліп жатқандай болады, бірақ та әрине олай емес. Ол кегін алу үшін сол жерге тап болады. Кейін оны кезінде сатып кеткен көмектесіп жүрген досы екенін біледі. Ол қансырап жатып, досын сатып кеткенін мойындайды. Оны Саката бірден атып салады. Ол кек алу үшін бәрін де өлтіріп жатады. Сол кезде оған әкім хабарласып, онысын доғаруын айтады. Өйткені оның қызы тірі, қазір жоғары сыныпта оқитын алға тартады. Қызы расында да бар, шынымен жоғары сыныпта оқып жүргені белгілі болады. Сондай-ақ ол атумен айналысып жүреді. Бір күні ол қызы бар үйге барып, оның әкесі болып жүрген адамды өлтірмек болады. Өйткені дәл сол адам оның әйелін өлтірген еді. Алайда қызы оны жебемен атып салып, оны құтқарып қалады. Сакатаға көмектесіп жүрген полиция қызметкері оған көмектесіп жебені алады. Сол сәтте полицейге әкім хабарласады. Сакатамен сөйлесіп, қызын алып кеткенін, қызы керек болса оның келуін талап етеді. Саката әрине дайындықсыз бармайды. Қолына балтасын алып, көлігіне отырып жолға шығады. Сонымен ол бәрін қырып салады. Қызына келіп, мен есіңдемін бе деп сұрайды. Алайда қызының есінде ештеңе жоқ. Саката ақыры әкіммен кездеседі. Әкім оның қызын өлтірмек болады. Саката жалынады. Сонда да ол оны өлтірмек болғанда, Сакатаға көмектесіп жүрген полицей келіп қырып салады. Әрине бәрін емес. Әкім қашып кетеді. Қызына қаш дейді. Сол кезде қызының есіне әкесі түсіп, қаша жөнеледі. Ол полицеймен қашып кетеді. Ал сол сәтте Саката алдымен әкімнің егізімен, одан кейін оның өзімен күреседі. Яғни әкіммен қашты деген, енді ол қатты бір алысқа қашты деген сөз емес. Сол сәтте ол бір қолынан айырылады. Соңында ол әкімді де жеңіп шығады. Енді қызымен қауышайын деп жатқанда, кезінде қызды асырап алған еркектің өлмегені белгілі болады. Ол сол сәтте Сакатаны атып салады. Қыз оған сен анамды өлтірген дейді. Сол сәтте артынан Саката тұрып, оны өлтіреді. Ақыр қызымен қауышып, оны құшағына алады. Анасын қорғай алмағанына әкесі қызынан кешірім сұрайды.
Ақыр соңында кек алған Саката қайтыс болады. Алайда әкім тірі қалады. Ол сайлауда жеңіп шығады, бірақ оның қуанышы ұзаққа созылмайды. Өйткені Сакатаның қызы оны жебемен өлтіреді. Сонымен фильм аяқталады. Егер осы обзор ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырып, арнама тіркеле кетіңіздер.